1989 жыл Оңтүстік Африка Республикасы банан жеткізуші жұмыс орындарында банандар күннен күнге азайып кете бергеннен соң күйеуі жоқ ажырасқан әйелдерді банандарды іріктеп жинайтын орындардан басқа орындарға ауыстырыпты. Содан ол да пайда бермеген соң банан өндіруші жұмыс орындарынан барлық әйелдерді жұмыстан шығарып, орнына еркектерді алыпты. Достар, видео басталмас бұрын лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться және жанында қоңырау шаңыраққа арнаға тіркеліп алыңыздар. Мені 91% адам тіркелмей көреді екен. Тіркелген болсақ, енді кеттік әрмен қарай. Бір жігіт бассейнде шахуатын қандырып, шахуатын қандырып. Ол жігіттің аты Томми Колтер. Томми Колтер шахуатын қандырып болғаннан соң, сол бассейнге 13 жастан 16 жасқа дейінгі қыздар шомылып, бір емес 16 қыз жүкті болып, 15 жастағы Томми Колтер кінәлі деп танылып, әрі аяқ астынан жұлдызға айналыпты. Атың шықпаса жер өрте, тағы да атың шықпаса бассейнге шомыл, бірақ мұны жасама, ұят болады. Қытайда суға батып жатқан адамды көріп, оған көмектесіп құтқаруға асықсаңыз, сіз оңбай қателестіңіз. Не үшін? Не үшін? Себебі сіз басқа адамның жеке өміріне араласқаныңыз үшін заң алдында айыпты болып түрмеге тығыласыз. Өздеріңіз білесіздер, Қытайда халық саны көп, кішкене болса да адам санын азайту үшін шығарған заң сияқты. 1998 жыл Пенсильвания штатында өмір сүруші Таран Джексон сол штаттағы бір үйге ұрлыққа түседі. Қымбат бағалы нәрселердің бәрін алып болғаннан соң гараж арқылы есіктен шығып кетпекші болады. Бірақ та гараждың есігі істен шыққан болып, кері үйдің есігімен шықпақшы болып жатқанда, ол есікте құлыпталып қалады. Содан ол жігіт сол жерде бірнеше күн қалып кетіп, иттерге беретін тамақпенен жан сақтайды. Содан үй иелері келіп, ол жігітті сотқа береді. Бірақ та ұры жігіт сотта жеңіп шығып, үй иелері ол жігіттің денсаулығына зиян келтірген үшін $500 айыппұл төлеп береді. Америкалық Алан Хехерт әлемге танылған атақты спортшы Майкл Джорданның оған түрі ұқсаған үшін оны сотқа береді. Оның сотта таққан айыбы Майкл Джорданға ұқсаған үшін оны достары мазақ етіп күледі екен. Кенгуруға кенгуру деп ат қойған капитан Кук екен, біреу білсе, біреу білмес. Енді әлқисса капитан Кук Австралияға саяхаты кезінде аборигендер тайпасынан бұл қандай жануар, не деп аталады деп сұрайды. Сол кезде аборигендер кенгуру деп жауап береді. Ал енді аборигендер тілінде кенгуру деген білмеймін деген сөз екен. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін подписаться және жанында қоңырау шаңыраққа арнаға тіркеліп алыңыздар. Қызықты және пайдалы ақпаратты Мейрамбек Жарман каналынан ғана көре аласыздар. Сау болыңыздар достар.